Қайырлы күн достар, сіздерге ешкімге айтуға болмайтын 7 құпия туралы айтатын болам. Егер канал ұнаса, лайк басып комментарий жазуды ұмытпаңыз. Біз негізі қашанда құпия болып қалуы тиіс дүниелер бар. Егер ол жайында айналаңыздар құлағдар болатын болса, қиындыққа тап болуыңыз мүмкін. Міндетті түрде оны біліп алып, ешкімге айтпаңыз. Маңызды жоспарлар. Қол жеткізуді көздеген мақсат жоспарларының жайлы ешкімге тіс жармаңыз. Әбден жүзеге асырғанша құпия ұстаған абзал. Көлемді мақсат жоспарларыңыз әлсіз, толық ойластырмаған тұстары болуы мүмкін. Егер ойға алған жоспарыңыз туралы әлдекімге айтсаңыз, ол кемшіл тұстарын айтуы мүмкін. Нәтижесінде көңіліңіз қайтып, жігеріңіз құм болады. Ол мақсатыңызға жетуге кедергі жасайтын болады. Келесі айтуға болмайтын құпия ол ешқашан жеке өміріңізді бүге-шігесіне дейін сөз етпеңіз. Ұстанған диетаңыз болсын, таңмен ерте тұрғаныңызды, не үйреніп жатқаныңызды мақтанудың қажеті жоқ. Нәпсіңізді ауыздықтап, иманыңызды арттырып, рухани тыныштықты тапқаныңыз жөнінде де сөз етпеңіз. Егер мұндай жеке дүниелермен бөліссеңіз, рухани кемелдігіңіз мән-мағынасын жояды, нағыз рухани тепе-теңдік мақтанға келеді. Келесі ол қайырымды іс-әрекет. Қайырымды жомарт істеріңіз құпия болып, өзіңіз бен жаратушы арасында ғана қалғаны ләзім. Мұндай істер атақ, абырой, жақсылыққа үйлену үшін жасалмайды. Егер өзіңізді мақтар болсаңыз, бойыңызда тәкаппарлық оты мазай түседі. Егер де әрекеттеріңіз жайында өзгелер хабардар болған қаласаңыз, бұндай әрекетке итермелеген не нәрсе екенін біліп жөн. Бәлкім сіз жанашырлық пен мейірімділікті емес, қошемет пен мақтау сөзі естігіңіз келетін шығар. Бұндай дұрыс емес. Келесі айтуға болмайтын құпия ол дүниедегі беймәлім тұстары. Өлім мен өмір жайлы өз пайымыңызбен бөліспегеніңіз ләзім. Ол ақиқат емес, тек өзіңіздің жеке пікіріңіз ғана. Сондықтан дүниенің көрінетін, көрінбейтін тұстары жөнінде білгішсіну ақымақтық. Мұндай әрекеттеріңіз арқылы өзгеге менімен тәкаппар болып көрінесіз. Сіздің оқыған намазыңыз немесе басқа да құлшылықтарыңыз туралы ешкімге айтудың да білудің де қажеті жоқ. Келесі құпия ол отбасындағы дау-дамай. Отбасында болып жатқан қиындықтар жайлы мүлдем сөз етпеуге тырысыңыз. Ол отбасыңызды мығым етеді. Қиындықтың барлығын жанұяңызда ғана талқылау тиіс және табалдырықтан әрі шықпағаны жөн. Айналаңыздағыларға шағымданып, налыған сайын қиындықты еңсеру және қиындай түспек. Сондықтан отбасында болған жағдайда ешкімге айтпауға тырысыңыз. Келесі айтпайтын құпия ол батырлық. Өжеттік, ерлік танытқан сәттеріңіз жөнінде де тіс жармағаныңыз абзал. Барлығымыз да өмірде түрлі жағдай, түрлі сынаққа тап болып жатамыз. Жетістіктеріміздің барлығы өз кезегінде жемісін, марапатын алайды. Алайда оның қашан, қайда боларын шешетін сіз емес. Сондықтан өзгелер алдында жасаған ерлігіңізбен мақтану жөнсіз. Барлығын құпия ұстағаныңыз абзал. Білсе жақсы, білмесе одан да жақсы. Алламен жақын боласыз. Келесі айтуға болмайтын құпия ол өзгелердің жағымсыз мінез құлқы әрекеті туралы айтудың қажеті жоқ. Өзгелердің қателігін мінеп сынаудан бойыңызды да ойыңызды да аулақ ұстаңыз. Өсек аяң арқылы ең алдымен өзгенің емес, өзіңіздің беделіңізге нұқсан, артыңызға кір келтіресіз. Күні бойы көрген жамандықтарын айналасындағыларға жайып салатын адам таза үйде лас бәтеңкемен жүрген адамға ақылдырақ емес, адамнан ақылдырақ емес. Яғни сіз өзіңізге ұнамайтын адамдар туралы мүлде айтпаңыз. Егер канал ұнаса, лайк басып комментарий